Салам достар, сіздермен қазақша жағымды каналы және де бүгін мен сіздерге дебют пацианиді айтатын боламын. Дебют пациани ең мықты дебюттің бірі, және де дебют пацианида өте көп ловушка бар. Оларды мен сіздерге көрсетіп кетейін. Бірінші ловушкада Е4, Е5, нападаем, защищай. И осы кезде біз неожиданный ходпен біз пешкамен алдыға жүреміз. Олар көбінесе бұл кезде нападать етеді. Біз олардың пешкасына нападать етеміз. Олар біздің пешканы жейді, біз оларға нападать етеміз. Қашады. Осы кезде сіздер пешканы жейсіздер. Олар начинающий шахматистер, яғни енді ғана бастап келе жатқан шахматшылар көбінесе сіздердің аттарыңызға шабуыл жасайды. Осы кезде сіздер оларға осылай екі соққы қойып, былай жапса, сіздер оның атын ұстап аласыздар. Ал егер де олар уәзірмен жапса, оны уәзірін тегін ұтып алсаңыздар болады. Және де бұл жақта тағы да бір ловушка бар. Осы кезде біз слонмен шах береміз. Олар көбінесе жабады осылай. Осы кезде біз жейміз. Олар жейді. Одан кейін біз жейміз. Олар құрғанына дейін. Олар сонымен құрғанса, онда біз слон жейміз. Олар уәзірмен слон жейінде біз ферзь жасаймыз. Ал осы кезде егер де олар ферзьбен жапса, просто ферзьні ұтып аламыз. Және де бұл бірінші бұл ловушка осындай өте хитрый болып келеді. Бұл басында келесі ловушканы көрсетейін. Бағанағы сияқты басталады. Жейді. Жейміз. Кетеді. Жейміз. Осы кезде осылай нападать етсе, біз бірінші олардың пешкасын жейміз. Король көбінесе жейді. Осы кезде біз шах қойып, олардың коньін ұтып аламыз. Ал егер де жай ғана жүрсе, оның позициясы өте жаман, және де нападать ету өте оңай. Және де оны тез олардың ладьясын алып тастауға болады, или ферзін алып қоюға болады. Сол үшін көбінесе олар жейді. Осы кезде біз шахпен олардың коньін ұтып аламыз. Және де коньін ұтып алған соң енді хандар рокировка жасай алмайды, және біз екінші позиция, ал олардың королі сыртқа шығып алған, яғни нападать етіп, оны мат қоюларыңызға да болады. Осындай бізде өте мықты ловушкалар пайда болды. Дебют пациани ол ең мықты ловушка деген баға беремін. Ол ең мықты дебют. Ол дебютта өте көп ловушка, және тағы да басқа да өте мықты позиция. Мысалы, енді тағы да бір. Бұл ловушка емес, бірақ та бұл жақсы позицияға келеді. Осы кезде біз осылай жүрмей, өзіміздің пешкамызды қорғауымызға болады. Бұл ловушка емес, мен сіздерге айтайын. Бірақ та бұндай вариант бар. Бірақ та бұл қатты жаман емес. Бірақ та мен сіздерге ловушкамен ойнауды рекомендовать ететін едім. Себебі ловушкамен ойнасаңыздар, сіздерде өте мықты позиция болады. Алмаяқта кішкене мықты, және орташа позиция,
Ал ана ловушкаларда сіздерде ұту пайызы өте жоғары. Мен ол дебютті 100 балмен оценивать ететін едім. Ал осылай қорғануды 70% оценивать ететін едім, потому что бұл жерде примерно равныйдан. Бірақ та мен негізі сіздерге ловушканы өте қатты рекомендовать етем. Ал мынаны 75-80% рекомендовать ететін едім. Бәріңізге көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған қазақша шахмат каналы. Және де бүгін мен сізге Дэвид Пациани туралы айтып кеттім. Егер де видео ұнаса, сіздерден лайк басып, комментарий жазып, сіздер қалай жүретін едіңіздер, екі вариантын қайсын таңдайтын едіңіздер, соны жазып кетіңіздер, қоңыраушаны басыңыздар. Және де тіркелу кнопкасы, яғни подписаться басыңыздар. Егер де сіздер менімен подписан болсаңыздар, демек сіздер ең мықты шахматшыға дайындалуыңызға мүмкіндік өте көп. Және ал лайк бассаңыз өте көп мықты шахматшы болуға, әлем чемпионы болуға, сіздер егер де мықты болғаны келсе, онда менің видеома подписаться етіп, және де лайк басуды, қоңыраушаны ұмытпаңыздар. Егер де қоңыраушаны ұмытпасаңыздар, сіздер мен әрқашан қай кезде видео шыққанымды біліп отырасыздар. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар. Сіздермен болған қазақша шахмат арнасы.